қазір жалақысы дәрігерлердің жалпы қателік жасау керек. Медицина быт-шыт болатын сияқты. Бұл өмірде соңғы таңдау деген жоқ. Мен жалпы жалқау адаммын. Мен операция жасайтын бөлмеде сүре қосып қоямын. Бақара деген сүре бар. Көрермен арма, сіздермен Арман Бауыржанұлы, ал бұл рецептсіз әңгіме подкасты. Бүгін ерекше подкасттың алғашқы шығарылымы, өйткені менің жаныма жайғасқан әрбір қонақ өзінің сүбелі сұхбаты мен парасатты да пайымды әңгімелерін ала келетін болады. Бұл жерде ресмилік аз, шынайылық көп. Біз жай ғана сөйлесеміз өмір туралы, таңдау туралы, қателік пен жеңіс туралы. Әр подкаст бір ашық әңгіме. Ендеше микрофондар қосулы. Қош келдіңіздер. Ол күрделі нейрохирургиялық оталарды жоғары деңгейде орындайтын қан тамырлық және инвертациялық хирургия бағытындағы тәжірибесі мол маман. Ол тек тәжірибелі хирург қана емес, сонымен қатар жас дәрігерлерге бағыт-бағдар беретін тәлімгер, кәсіби қоғамдастықтағы белсенді көшбасшы. Халықаралық деңгейдегі алтын скальпель сыйлығы оның кәсіби шеберлігі мен медицинаға қосқан үлесінің айқын дәлелі. Ал Казнеро ұлттық қоғамындағы президенттік қызметі саланың дамуына стратегиялық тұрғыдан ықпал ететін тұлға екенін көрсетеді. Бұл Мыңжылқы Сайлауұлы Бердіғожаев. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Енді жалпы өмір жолыңыздан бастағым келіп тұр, сұхбаттың басын. Жалпы неге дәл осы медицина саласын таңдадыңыз, не түрткі болды? Бұл шешімге келуге не әсер етті? Ана орыстарда бородатый вопрос дейді ғой. Бұл үнемі қойылып келе жатқан сұрақ. Біз 2 күн Ақтөбе қаласындамыз. Кеше түстен кейін операцияларымыз бастадық. Кешке дейін 6 науқасқа операция жасадық. Бүгін таңата тағы да 4% болды, салат мақсат. Кеше 6 пациент, бүгін 4 пациентке операция жасадық. Барлық күрделі науқастар. Енді осындай кезде медицинаға тегін келмегеніңді бағалауға болады. Өйткені енді ана текстін бір жерінен көріп қалдым. Медицинаға келгенге өкінген уақытыңыз бар ма деген сұрақтар бар екен. 6-шы класс оқып жүрген кезде осы медицина саласындағы мамандармен, оның ішінде дәрігерлермен танысып қалуға бір өзі сәт түсіп қалды. Енді өмірде неше түрлі жағдай болады ғой. Не болса да жайдан жайға болатын жағдай жоқ. Әйтеуір бір рет келіп, сол дәрігер мамандығын біліп қалған болатынмын. Одан кейін дәрігер болу үшін не істеу керек деп іздендіңіз. Енді қазір коллегаларым ғой, ол кезде студенттерден сұраған болатын. Сонда бірінші кезекте әрине химия мен биологияны оқу керек деді. Одан кейін қорықпау керек, қаннан қорықпау керек, адамдармен қарым-қатынас құра білу керек деген өзінің бір минимал талаптарын айтқан болатын. 6-шы класста биология пәні тереңдеп оқытыла бастады. 8-ші класстан бастап химия пәні қосылды. Биологиядан, химиядан олимпиадаға қатысып, жүлделі орындар алып жүрген болатын. Содан кейін Қарағанды медицина академиясы сол кезде, қазір университет, қазақ факультетіне, ол кезде шығыс факультеті деп аталады. Емтихан тапсырып өтіп кеткен болатын. Ол кезде енді жүйе көп өзгерді ғой. Басында бюджетпен ақылы болды, одан кейін бюджет кредит ақылы болды, соның бюджетінде оқыған болатын. Бірінші курсқа келген кезде анатомия пәні сәл қиындау болды. Бірақ анатомияны оқып келе, мидың анатомиясы қаншалықты логикалық тұрғыдан түсінікті. Өзім техниканы жақсы көремін. Оның ішінде электр құралдарын жақсы көремін, сымның байланыстарын, қай жерден не шығатын. Соның бәрін ойлай келе, мына жүйке жүйесі, оның ішінде пирамида клеткалары, альфа-мотой нейрон, барлығы қаншалықты байланысты, сезімталдық жолдары өте логикалық жағынан түсінікті. Егер зақым жүйке жүйесінің қай жерінде болса, оны молоточек дейміз ғой. Иінемен шаншып сезімталдықты тексеріп, шамамен осы тұста зақымдану бар дегенді анықтауға мүмкіндік болатын маған өте қызық көрінді. Өйткені жай жүрген адамға
жүйке жүйесі сондай логикалық жағынан компьютер сияқты ғой. Компьютер түсінуге ыңғайлы. Сондықтан соның бәрін көре келе, бітірген кезде мен осы нейрохирургияға айналысқым келеді деп шешім қабылдаған болатын. Нейрохирургияға келудің тағы бір себебі, нейрохирургия ол бір жағынан хирургия, бір жағынан неврология, және бір жағынан травматология, ортопедия. Өйткені омыртқа жотасы, бас қаңқасы, ол жерде травматологиялық элементтер бар. Сондықтан енді ер адамға осы аудиторияда отқан ер балдар болатын болса, көбісі травматологияға кетіп қалады, өйткені бруталды көрінеді ғой травматологтар. Сондықтан енді бәрін қосқан кезде әрине нейрохирургияда сол элементтердің барлығы бар. Сөйтіп медицинаны таңдап, оның ішінде нейрохирургияны таңдаған болады. Енді жалпы қазіргі жаңа сіз таныстырған уақытта да айтып кеткен болатын, қазіргі уақытта өз биігіңіздесіз. Жалпы осы қазіргі биігіңізге қарап, сол кездегі өзіңізге, сол кездегі жас маманға қандай баға беретін едіңіз, қандай кеңес айтар едіңіз? Дәл қазіргі көзқараста. Мен барлығын дұрыс істедім деп ойлаймын, өйткені егер бір қателік кеткен болса, біз екеуміз осы жерде подкаст студиясында отырмас едік. Сондықтан сол жасалған таңдаудың арқасында өзімнің мамандығын таңдап, жалпы профессионалдық жолымды дұрыс қоюға мүмкіндігім болды деп ойлаймын. Мен 98 жылы оқуға түскен кезде өте қиын жағдай болды. Қиын уақыт қой. Ол жерде 2 сағат сайын кейде свет өшетін, кейде қаражат жағынан өте қатты қиналған кезіміз бар. Әрине ол кезге көз жүгіртсең, қиын болды, бірақ сол қиындықтың арқасында мотивация болды. Кейін бітіргеннен кейін мықты маман боламын, мықты маман болсам, маған деген сұраныс болады. Сол сұраныстың арқасында мен қаржылық қажеттіліктерін бәрін жабам деген сенімділік болды. Енді әр адамға өзінің жолы бар ғой. Қазір бір қызық идея жүр. Егер жас балаға бүлдіршінге толық рұқсат беріліп қоятын болса, бетінен қақпаса, ондай балдар болашақта көп нәрсеге қол жеткізе алмай қалуы мүмкін деген ой айтылып келеді. Сондықтан қандай да бір жерден қиындық болса, егер көп нәрсеге рұқсат бере бермесе, ол да өз алдына маманның қалыптасуына жасалған жағдай деп айтуға болады. Өйткені қазіргі студияда отырған студенттер барлығында телефондар бар. Көбісінде компьютерлер бар. Сабақ кітаппен оқиды ма, оқымайды ма, қанша уақыт кітапқа бере алады, оның барлығы сұрақ тудыруы мүмкін. Өйткені мен 10-шы класста оқитын үлкен ұлым сабақтан кейін келеді, TikTok қарайды, видео қарайды, компьютер ойындарын ойнайды, уақытының көбісі сонымен кетіп жатыр да. Ал қазіргі студенттерде қалай екенін білмеймін, бірақ заманның өзгеруіне байланысты сол ресурстардың барлығы жеңіл қол жетімді болып қалғанына байланысты қазіргі студентке оқу әлдеқайда қиын деп ойлаймын. Барлығы бар, кітапханаға келудің қажеті жоқ, компьютерді ашсаң ішінде кітаптар бар, барлық мақалалар бар, ағылшын тіліндегі ресурстардың барлығы бар, бірақ сонымен қатар соблазн дейміз ғой, уақытыңды ұрлайтын нәрселер, олар да көбейді. Сол тұрғыдан маған қиын болды ма оқу, әлде қазіргі студенттерге қиын ба? Соны айту қиындау. Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз, өмірдің қиындықтары болды оқуға түскен жылдың бастапқы бөліктерінде деп. Енді жалпы кәсіби жолыңыздағы бір ең қиын қандай кезеңдер болды? Осы кәсіби жолыңызды бастаған кезде. Енді студент болып оқып жүрген кезде қиын болды, өйткені оқу қиын, жалпы не үшін медицинаға түстім деген ойлар болатын. Бірінші курста, үшінші курста, сосын интернатураға келген кезде, бірақ түбінде оның барлығы шешілді. Ең қиын уақыт мен оқуды бітіріп, интернатураны бітіріп, кафедраға жұмысқа орналасқан кезде алғашқы жалақым 20 мың теңге болған. 20 мың теңге, ол кезде доллар 120 теңге болатын. Бұл шамамен қай жылда? 150 долларға 2005 жылы. 2005 жылы. Сонда енді кафедрада жұмыс істеймін, компьютер керек, түнімен басатын жұмыстар бар.
сөйтіп белый ветерға барып маған кредитқа компьютер беріңізші деген кезде сіздің 6 айлық жұмыс өтеміңіз жоқ және 20 мың теңге жалақыға біз кредиттік компьютер бере алмаймыз деп айтқан болатын. Әрине 7 жыл оқып базалық нәрселерге қол жеткізе алмаған сәл қиындау болды. Одан кейін болашақ бағдарламасымен түсіп кетіп бітіріп келдім, үйлендім. Ұлттық нейрохирургияда Астана қаласында жұмысқа орналасқан болатын. Бірінші айда жалақы төлеген жоқ, екінші айда ширек ставкаға, четверть ставка дейміз ғой, 27 мың теңгеге жұмыс қалған болатын. Сол айынан жарты жыл жұмыс істедім. Ол кезде 90 мың теңгеге пәтер жалдаймыз Астана қаласында. Қиын болған кез ғой. Сол кезде жалпы мамандық не үшін керек, егер солай өзің қажеттіліктерін толтыра алмасаң деп. Сөйтіп 2010 жылы үлкен ұлым дүниеге келеді. Артем базарына барып Астанада баламызға төсек алғымыз келеді. Сөйтсек 100 мың теңге тұрады. Сөйтіп таксимен қайтып келе жатырмыз. Әйеліме айтып келемін, блин, жаңағы төсекті алу үшін мен жарты жыл жұмыс істеу керекпін ғой деймін. Сөйтіп таксист айтады, аға, мен сізге берейінші, мен ол ақшаны 3 күнде таба алмаймын. Сондықтан енді қазір жалақысы дәрігерлердің енді көбірек, $1000 жете қоймайды. Енді жұмыс істей бастаған дәрігердің жалақысы шамамен $400-500 болуы мүмкін. Ол ақша емес қой. Сондықтан сондай қиындықтары бар. Көп тараптан енді 10 жыл оқиды, 11 жыл оқиды. Қазір нейрохирургияға түсетін болса, 7 курс бітіреді, одан кейін 4 жыл резидентурасы бар. 11 жыл бітіріп, $1000 жетпейтін жалақы алу өте қиын. Өте психологиялық жағынан ауыр түседі. Онымен қатар резидентура бітірген маман шамамен 3 жылдан 5 жылға дейін жұмыс істеген кезде тәжірибе алады. Содан кейін науқастар рахмет айта бастайды. Енді біздің мемлекет соған расчет жасайды ғой. Дәрігерлерге жалақыны көтермей қойық, бәрібір пациенттер ақша береді. Бірақ ол да күрделі жақтары бар да. Егер Өскемен жақта жұмыс істесеңіз, пациенттер бал әкеп береді. Мед, ол жақта твердый валюта ғой деймін. Егер Атырау Ақтауда жұмыс істесеңіз, балық әкеп береді, қызыл балық, икра әкеп беруі мүмкін. Ақтөбеде не беретінін білмеймін. Алматы облысы жағында қауын қарбыз әкеп беруі мүмкін. Сондықтан оның барлығы енді қолмен ұстайтын ақша емес қой. Бірақ дегенмен де енді консультация жасау үшін, күрделі операциялар жасау үшін кем дегенде резидентурадан кейін өз басым 5 жыл тоқтамай жұмыс істеген болатын. Соның арқасында әрине дифоплата болды. Қазір енді жағдай дұрыстау, бірақ осы залдағы кітапханадағы студенттер бітірем деген шейін медицина бітшіт болатын сияқты. Өйткені форумсты Минфинға беріп қойды. Қазір кризис, оның үстіне дәрігерлердің жалақысы тағы да ойнайтын сияқты төмен қарай. Енді жалпы айтып кеттіңіз ғой, қиын кезеңдерден өттім деп. Әлі де енді ол болған дүние есте қалады, естелік болып. Жалпы қатты шаршаған тіпті бір қазір психологиялық қажу дейтін ұғым бар. Көп жерде психологтар айтып жатады. Бұрында да болды, бірақ қазіргі уақытта өте қатты ден қойылып кетті сол дүниеге. Енді осы қатты шаршаған бір психологиялық қажуға түскен кезде бір болады ғой, бәрін тастап кетсем бе екен деген секілді бір ойлар болуы мүмкін. Қанша дегенмен енді адамның ойы жүктеп жатамыз. Сол сәтте сізге не жігерлендіреді сізді, күш беретін қандай нәрсе? Панфиловтың дивизиясы болды ғой. Бауыржан Момышұлын білесіздер, Волоколам шоссесі. Сол кезде Бауыржан Момышұлының жасаған бір әрекеті болатын. Картада Волоколам шоссесінен кейінгі территорияны жыртып тастап, тек қана алдындағы территорияны қалдырған болатын. Ол енді мотивациялық жағынан күшті нәрсе ғой. Артқа жүретін жол жоқ. Сондықтан тек қана алдыға қарай қадам басу керектігін білдіреді. Онымен қатар, әрине мен қазір 3 балам бар. Олар мектеп бітіретін жасқа жақындап қалды. Ары қарай университет қалай болады? Мемлекет тарапынан қазір конституция өзгерген кезде білім
бұрын мемлекетпен кепілденген тегін болады деген бап болатын. Енді денсаулық сақтау, оның ішіне денсаулық сақтау жүйесі тегін деген сөздер болатын. Соның барлығы конституцияда өзгеріске ұшырайды. Қазір екі ұлымда ақылы мектепте оқиды. Кішкентай қызым ақылы садикке барады. Ертең бітірген кезде университеттеріне де ақы төлеу керек болады деп ойлаймын. Соның енді жұмыс істеу керек қой. Дәрігер боламын. Екінші ұлым дәрігер боламын дейді. Үлкен ұлым дәрігер болмаймын, мен бала шағамды көргім келеді, жанұяммен бірге болғым келеді дейді. Бірақ екінші ұлым айтады, мен нейрохирург боламын дейді. Енді мен басында бармай қойыңдар медицинаға деп айтатын. Қазір енді жарайды. Егер менің балам болашақта дәрігер боламын десе, мен бәрін танимын ғой. Сондықтан мен балам деп келетін болса, мен мыжылқын баласы едім деп. Менің коллегаларым, достарым, ол баланың әрі қарай қалыптасуына көмектесіп, ол бір стартовый капитал ретінде да. Бизнес жасағанда да стартовый капитал керек қой. Сондықтан мен өзімнің жұмысым арқылы балдарыма, егер олар дәрігер болатын болса, бастапқы капиталды жасап бердім деп ойлаймын. Енді Мыңжылқы мырза, жалпы сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз, бірақ енді бізде қазір аудитория бар. Жаңа айттық, 3-ші, 4-ші, 5-ші курстың студенттері, өйткені интернатура бағытын таңдағандар енді ол өздерінің бағытын таңдап қойды. Сол себепті де қазір енді ой үстінде жүрген студенттер болса, студенттерге қарай ойсайық, жалпы қандай сұрақ қояды екен? Мен сіз сұрақтарыңыз бастамастан бұрын бір айтып өтейін. Жалпы өмірде соңғы таңдау деген жоқ. Мына кризис среднего возраста дейді, орта жастың кризисі ғой. Сол кезде адамдар жалпы жасап жатқан жұмысын толық қайта қарап, егер дәрігер болса, ол кейін жазушы болып кетуі мүмкін, бизнесмен болып кетуі мүмкін. Сондықтан 6-шы курс енді ақырғы таңдауын жасады деген, ол ақырғы таңдау емес. Олар бітірем дегенше дейін көзқарасын өзгертіп, басқа мамандыққа ауысып кетуі де мүмкін. Жалпы 1-ші курсқа келіп, мен осындай мамандықта болам деген 6-шы курста басқаша көп кісілерге беріле бермейді. Қазір осы аудиторияда отырған шамамен бір 40 жасөспірім бар ғой. Олардың ішінде мен осы мамандық таңдадым деп айтатын адам жоқ. 5-ші курс болса да. Өйткені 6-шы курс ол жарты жылдан кейін болады ғой. Көп жағдайда интернатураға барған кезде, қазір енді қалай екенін білмеймін, барлығы жалпы практика дәрігерлер ғой, ВОП дейміз. Біздің кезімізде хирургиялық мамандық таңдайтын болсаң, онда хирургиядан интернатураға бару керек болады. Сондықтан егер ақырғы шешім қабылдауға әлі дайын болмаса, онда сондай хирургия немесе терапияны таңдап, ары қарай ішінен қосымша мамандық бағыт таңдап кетуге болады. Рахмет, студенттерге қарай ойысқым келіп тұр. Жалпы сұхбаттың басын естідіңіздер, ақпаратты алдыңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар қоятын? Саламатсыз ба, Мыңжылқы Сайлауұлы. Менің сұрағым сізге алғашқы операцияңыз есіңізде ме? Алғашқы операциям есімде ғой. Жалпы бірден скальпель бере қоймайды, Сіздер қазір көбісі хирургиялық кафедраларға, практикаға барып жүрсіздер ғой, түнде дежурствоға барасыздар. Бірақ алғашында ассистент боласың. Ассистент болған кезде көмектесесің. Алдымен жуынуға рұқсат етеді, жанында 2-3 ассистент болуға рұқсат етеді. Одан кейін белгілі бір операцияның этаптарын жасауға рұқсат етеді. Жараны тіккен кезде жіп байлауға рұқсат етеді. Енді жалпы хирургияда көп нәрсе өзгеріп кетті, лапароскопиялық хирургия болғандықтан ол жерде, скорее всего, камераны ұстап тұруға рұқсат етеді. Ал біз келген кезде МРТ де болмайды. Сондықтан энцефалография жасаймыз, ортаңғы сызық қалай өзгерді, соны анықтаймыз. Сонан кейін операцияға барып көмектесіп жүрдік. Шамамен 2 айдан кейін интернатурада, мен интернатура нейрохирургияға түскен болатын. Алғаш трепанацияны жасауға мүмкіндік болды. Аптасына 5 күн дежурствоға баратынбыз. Енді интернатура нейрохирургия болған. Сударалды гематома болды.
сол гематоманы алып тастап, енді субдуралды гематоманы кейін оқи жатсаңыздар, оның бірнеше түрі бар, жедел түрі бар, подострый дейміз, және созылмалы түрі бар, хронический түрі. Сонда қан кетудің қаупі бойынша әрбір гематоманың түрі әртүрлі болады. Оның ішінде эпидуралды гематоманың негізгі қан кету источнигі, көзі, ол ортаңғы ми артериясы болатын болса, ортаңғы қабықша артериясы. Субдуралды гематомада көбінесе мидың бетіндегі тамырлар жыртылып кетеді, және ол операцияға жетем дегенше дейін тромбпен бітеліп қалуы мүмкін. Кейбір жағдайда тоқтамай қанай беруі мүмкін. Маған түскен науқас соңынан қаны ұйып тоқтап қалған болатын. Басындағы гематоманы алып тастағаннан кейін ми орнына келіп, ол пациент бірден аяғына тұрып кетіп, жазылып кетті. Сондықтан әрине алғашқы операция өте маңызды. Алғашқы операцияға байланысты қазақтарда бар ғана дәрігердің қолы жеңіл екен деп. Сонда өзіңді сынап жүресің, мен қолым жеңіл ма, мен жасаған операциядан кейін науқас тұрып кетеді ма. Әрине, егер сіздерде 4 жыл резидентура болса, ол маманның қалыптасуына үлкен ықпал жасайды. Интернатура кезінде 1 жылдың ішінде қалыптасу керек. Сондықтан әрине бізде уақыт аздау болды, қазіргі мамандарда уақыт көптеу. Және симуляциялық құрылғылар бар, аспаптар бар, соның бәрін пайдаланып, қолды үйретуге болады. Олимпиадада көргем, Новосибирскке, Москваға барған студенттер. Қойдың басын алып, соған трепанация жасап жүрген. Енді ол да бір дағдыны қалыптастыруға қажет нәрсе ғой. Біріншіден, қош келдіңіз, Мыңжылқы Сайлауұлы. Мен осы университеттің 3-ші курс студентімін. Сізге сұрағым, осы операция алдында жалпы қорқыныш бола ма? Бірінші операция алдында онымен қалай күресесіз деген сұрақ бар еді. Иә, өте жақсы сұрақ. Енді мен жұмыс істеп жатқаныма нейрохирургияда 22 жыл болды. Оның ішінде қан тамырлар операциясын жасап жатқаныма 18 жыл болады. Өткен жылы шамамен 500-ге тарта операция жасадым. Оның алдыңғы жылы 600 операция жасаған болатын. Енді айтып отырмын, бүгін 4 операция болды, кеше 6 операция болды. Көп нәрсе уақыт келе стандартқа айналып кетеді. Мен жалпы жалқау адаммын. Кейбір нәрселерді жасаған кезде этаптарын қысқартуға тырысам. Жалпы бала кезімнен математикадан есептер береді ғой. Сол кезде менің шығарған есебімді көшірген балдар 2 алып қалатын. Өйткені мен А қосу Б деймін да, и шешімін берем. Апайлар сұраған кезде мен толық ашып айта аламын. Ал басқа балдар шешімнің қайдан шыққанын түсіндіре алмайтын. Сондықтан енді көп процесстерді ойластырған кезде жұмыстың қаншалықты тез жүруіне, қаншалықты артық қимылдарды жасамауға тырысам. Ол енді мына Япония философиясында кайдзен деп аталады. Кайдзен ол небольшие улучшения каждый день. Егер жұмыс процесінде жіпті байлаған кезде қайбір этап қайта қимыл жасауға әкеле беретін болса, сол процесті жақсартып, уақытын қысқартуға әрекет жасайтын болсаңыз, әрине 18 жылдан кейін операцияның уақыты, егер алғаш жасалған операциялар 6 сағат жүрген болса, бүгін 45 минут, 1 сағаттың ішінде бір операция бітеді. Оның ішінде өте күрделі операциялар бар. Соның барлығы жалқаулықтың арқасында ғой. Егер жалқау болсаңыздар, онда өте продуктивті боласыздар да. Қорқыныш жоқ, бірақ қобалжу да жоқ. Мен Алматыдағы операция жасайтын бөлмеде сүре қосып қоямын. Бақара деген сүре бар. Оны қосуымның себебі әрине ол бір жағынан өзіңе бір сенімділік береді, екінші жағынан енді ол ресми медицинада жоқ нәрсе. Ана операцияға келіп отырған адамды біреу
сөз айтып қарғауы мүмкін, дуалауы мүмкін да. Енді ол ресми нәрсе емес қой, бірақ іште бір сенім болады. Барлығы жақсы келе жатыр да, операция асқынып қалады. Содан кейін енді әртүрлі әрекет жасайсың ғой. Әрбір хирургтың өзінің ритуалдары болады. Бір киноның жақында шыққан F1 деген, Брэд Питт ойнайды. Сонда машинаға отырған кезде әртүрлі носки киіп болады, егер байқасаңыздар. Қалтасына бір карта салып қояды. Енді менікі дәл сондай емес, бірақ операция үстінде жаңа сүрені қосып қоямын. Енді күнделікті жасалып жатқан нәрсе болғандықтан көп этаптар стандартты болғандықтан ол қобалжу шақырмайды. Тағы сұрақ қоямын деушілер болса, мархабат. Ассалаумағалейкум. Бізге яғни алтын уақытыңыз болғанға рахмет. Менің сізге қояр сұрағым. Өзіңіз айттыңыз, өмірде неше түрлі қиыншылық болды дедіңіз, иә? Жаңа отбасымды көре алмадым дедіңіз. Сол балалардың сіздің тәрбиеңізге тікелей әсер еткен жоқ па? Және сұрағымды жалғастырып кетсем, өзіңіз қай жасыңызда мысалы үйлендіңіз, жаңағыдай үйлену кезінде сіз жарды, яғни медицина саласынан ба немесе басқа саладан таптыңыз ба? Және де бізге жастарға қазір актуальный сұрақ, яғни бізге яғни нейрохирургия түсетін болса, яғни сондай ниет болса, бізге ертерек үйленген дұрыс па, немесе білім алу мақсатында мүмкін білімді алып содан кейін үйленген дұрыс па, соны толықтай айтып кетсеңіз, және шынайы жауап болса бұл жерде ешқандай жасырмай. Жеке өмірге қатысты. Дәрігер мен кәсіби біліктілік пен жеке өмірдің арасын сұрап тұр. Бұл жұмыс балдарымды көруге уақыт ұрлайды ғой. Егер жай адамдар аптасына 40 сағат жұмыс істейтін болса, мен 2 есе көп жұмыс істедім. Кешкі сағат 5-те емес, 10-11-ге дейін жұмыс істей беретін. Кейбір кісілер бар, 9-да келеді, кешкі сағат 4-те кетіп қалады, мен жұмыс уақытым бітеді. Сондықтан әрине балдарымды көруге мүмкіндік аздау, бірақ таңертең тұрған кезде таңғы асты бірге ішуге тырысамын. Кешке жақын келген кезде жарты сағат, 1 сағат болса да отырып сөйлесуге тырысамын. Мына отпускке шыққан кезде бірге болуға тырысамын. Демалыс күндері уақыт болып қалса, бірге барып бір жерде отырып, тамақ ішіп, киноға барып, соның бәріне тырысамын. Мүмкіндік көп бола бермейді. Мен қаңтардың 1-нен бастап 2 ай бітіп қалды ғой. Астана қаласына семьямен бірге енді 1 апта демалып қайттық. Қалған уақытта Астанада январьда, қаңтарда 3 күн болдым. Қалған уақыт сыртта жүрдім. Февральда, ақпан айында әр кетсе бір 5 күн болдым Астанада семьямен бірге. Қалған күндер осылайынан Ақтөбе, Ташкент, Индия, Дубайда болдым. Март айы шамамен солай болайын деп тұр. Енді оның барлығы қиын. Сол тараптан енді жар таңдаған кезде әйелім өзімді түсінетіндей, ол да Қызылорданың қызы. Сөзіміз жарасады, бір-біріміз түсінеміз. Егер мен оңтүстіктен болса, әйелім солтүстіктен болса, бір-біріміз түсінбей қалатын едік. Ондай да болуы мүмкін. Ол өте маңызды. Өйткені солтүстіктің балдары оңтүстіктің қыздарына үйленсе, кейде ажырасып кетіп жатады. Өйткені менталитеттері әртүрлі, сай келмейді. 27 жасымда үйлендім, әйелім 23 жасында болды. 26 жасымда әйеліммен таныстым. 1,5 жылдан кейін үйлендік. Үйленеміз деп шешім қабылдадық. Әрине, бәрін бітіріп алып, диплом қолға тигеннен кейін үйленген дұрыс. Желательно резидентурадан кейін болған дұрыс. Қазір бірге жұмыс істейтін жігіттер 23 мартта біреу үйленеді. Енді қалжыңдаймыз ғой, қашан үйленесің. Бірақ аяғына тұрды, машинасы бар, үйі бар. Енді алаңдамай үйленсе болады, бірақ проблема бар. Үйленетін қыздар жоқ. Көбісі күйеуге тиіп кеткен. Сол тараптан қыз балдарға да сәл қиындау, өйткені резидентураны бітірем дегенше шамамен 28-27 жасқа толасыздар. Одан кейін тағы 2 жыл жұмыс істеп тәжірибе алу керек, сонымен 32-33 болады. 33 жасқа толған кезде жекті қалмай қалады ғой. Ол да өмірдің шындығы, да. Оның үстіне медицинада оқыған қыздар басқа қыздарға қарағанда ой өрісі, жалпы өмірге деген көзқарасы үлкендеу болады. Олар шамамен бір 5 жас ой өрісі бойынша үлкен көрінеді.
Сондықтан жар таңдау жағынан әрине ақымақ болып студент болып жүрген кезде үйленіп кетсең кейін ойланбайсың да. Бастысы екі нәрседен қателеспеу керек. Екі нәрседен жаратқанда мамандықтан да. Сондықтан әрине бәрін бітіріп алып ер балдарға ыңғайлырақ. Бірақ қазір бір проблема бар. Жас арасы егер 5 жас болса, біз сияқты 4 жас болса, сіздер бір-бірлеріңізді түсінбейсіздер. Өйткені уақыт тез өзгеріп жатыр да. 30 жастағы балдар, мен байқағаным, 25 жастағы қыздарға үйленбейді қазір. 30 жастағы балдар сол 29-28-дегі қыздарға үйленеді. Өйткені тыңдайтын өлеңдері бір, көрген кинолары бір, жалпы өмірге деген көзқарастары ұқсайды. Оның үстіне қазір зумерлар болды, бумерлар болды, миллениалдар болды. Әр келетін кезең өмірге деген көзқарасы өзіндік ерекше. Сондықтан енді бір идеалды рецепт жоқ оның. Бұйырған уақытта үйлену керек қой. Бұйырып тұрса, сразу ұстау керек те, айту керек, жүр кеттік қазақстанға. Сол дұрыс болады. Тағы сұрақ қойды. Қазіргі медицина саласындағы студенттер қандай қателіктерді жібереді деп ойлайсыз? Жалпы қателік жасау керек. Содан бастайық, да? Егер барлық сәтті болатын болса, онда тәжірибе жиналмайды ғой. То есть тәжірибе қай уақытта жиналады? Егер бір қиындық болса, асқыныс болса, белгілі бір кедергіден өткен кезде адам өседі. То есть оның тәжірибесі шыңдалады. Пациенттер операцияны көп жасаған хирургты іздейді ғой. Ол шамамен соғыста болған солдаттар сияқты ғой. Бірінші күн соғысқа келген солдатпен бір жыл соғыста жүрген солдаттың екеуінің шамамен тірі қалу уақыты, бір жыл соғыста жүрген солдат тірі қалып қалады ғой. Өйткені оның тәжірибесі бар да. Ал бірінші күн соғысқа келген адам шамамен үлкен процентпен өліп қалуы мүмкін. Сол сияқты егер хирургтың тәжірибесі қаншалықты көп болады, ол соншалықты өзінің бір проценті болады асқыныстардың. Бүгін бір операция жасап жатып, аневризманың ішіне салып жатқан спираль деген болады. Сол спираль тамырға қарай ұшып кетті. Осыдан 15 жыл бұрын болса, ол жағдай, ол пациент ишемиялық инсульт алып өліп қалатын еді. Ал бүгін біз шамамен сол 5 минуттың ішінде кеткен спиральдардың бәрін қауіпсіз толығымен тамырдың ішінен алып шықтық, және ешқандай асқыныс, клиникалық асқыныс ол туындатпады. Әрине сол операцияның уақытында ол техникалық жағынан асқыныс ретінде қабылдануы мүмкін, бірақ операцияның нәтижесі бойынша ол асқыныс ретінде болмады. Сұрағыңыз қайталап жіберіңізші, мен Қазіргі медициналық студенттер қандай қателіктерді көп жібереді деп ойлайсыз? Оқу процесінде. Ең бірінші қателігі бар. Ең бірінші үлкен қателігі бар. Олар медицинаны таңдады. Қалжың, бірақ жалпы дәрігер болу уақыт келе қиындай түсетін шығар, өйткені біздің істейтін жұмыс ол клиникалық хаттама протоколға байланысты. Ол протокол белгілі бір гайдлайндарға байланысты қарап жасалады. Ол гайдлайн өз тарапынан класс доказательности деген болады. Сол арқылы бірінші класс доказательности ол как стандарт ретінде келеді. Егер сол гайдлайндар арқылы жұмысты ретке келтіретін болса, ол жұмысты адамда емес алгоритм жасай алады, робот. Сіз науқастың деректерін саласыз, компьютер, жасанды интеллект сізге шешімін шығарып береді. Бірақ проблема енгізілетін деректер дұрыс болу керек. Егер науқас өзінің сезімін дұрыс салмаса, қорытынды шығатын диагноз қате және ем қате шығуы мүмкін. Сол тұрғыдан әрине қазіргі таңда біздің азаматтардың көп жағдайда сауатсыз ғой. Олар да TikTok қарайды, сондықтан олардың білім деңгейі төмендеп кетті. Егер пациенттің білім деңгейі төмен болатын болса, оның жасанды интеллектіні тиімді пайдалану, 100% сол
критерияларға сәйкес ақпаратты енгізу күмән тудырады. Сондықтан дәрігерлер жұмыссыз қалмайды. Қателік емес медицинаны таңдау, бірақ әрине 10 жыл уақытыңды арнайсың, одан кейін депрессия, стресс болады, язва болады, геморрой болады. Бірақ соның бәріне төтеп беру керек. Негізгі қателігі көп жағдайда өздеріңізде бірінші курстан бастап практикаға барғыларыңыз келеді. Операция көрсем, клиникада жүрсем деп, сол менің ойымша үлкен қателіктердің бірі деп ойлаймын. Өйткені осы бөлмеде мыңдаған кітаптар бар. Соның енді міндеттелген кітаптары бар, базалық кітаптар. Сол базалық кітаптарға қосымша кітаптар бар. Соның барлығын егер оқып дайындалатын болса, теориялық жағынан, онда практикаға келген кезде бір қадам специалист жоғары тұрады. Қолмен үйренетін нәрсені, ана орыстарда бар ғой, Медведев в цирках учит деген. Енді аюды велосипедке отырғызуға болатын болса, қазақтың балдары жалпы қолмен жұмыс істеген кезде өте икемді болады. То есть басқа ұлттарда бәлкім басқаша шығар, бірақ қазақтар қолмен жұмыс істеуге өте икемді. Сондықтан енді бірден мен хирург боламын деп асығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де университеттерде егер қолмен жұмыс істететін нәрселер, кружоктар болатын болса, үйірмелер болатын болса, ол өзінің бір үлкен плюсын қоятын. Бастысы іргетасты қалап алу, Тағы сұрақтар болса, мархабат. Тағы да қайырлы күн. Жалпы менің қойып келген сұрақ, бұл қазіргі таңда жақсы дәрігер болу үшін дипломнан бөлек тағы да не қажет сіздің ойыңызша? Өкінішке қарай, андай 2-3 күндік курс оқып дәрігер болуға болмайды. Өкінішке қарай да, өкінішке қарай диплом алу керек. Диплом алғанша дейін көп мамандар елек дейміз ғой, фильтр. Содан өтеді. Енді медицина университетіне түскен кісілердің белгілі бір проценті медицинаға бармайды. Ол бизнесмен болып кетуі мүмкін, басқа мамандықтарға ауысып кетуі мүмкін. Саласын өзгертуі мүмкін. Онымен қатар енді медицина күрделі болғандықтан көп жас бітірген мамандар жұмыс істегісі келмейді. Өйткені сотталып кетуі мүмкін. Енді қазір біздің медицинамыз сондай бір қауіпсіз емес қой. 1 марттан бастап дәрігерлерді, қызметкерлерін қолдайтын, қорғайтын заң қабылданды. Енді алдағы аптада сол заңның жұмыс істейді ма, жұмыс істемейді ма біз көрсек болады. Дипломнан бөлек, мен әйелім психолог, көп нәрсені сол кісіден үйренемін. Бізде дәрігер болғандықтан, көп нәрсені білгендіктен ойлайсың, бәрін компьютер сияқты шешіп қоямын ғой деп. Эмпатия жетпейді. Мен әйелім айтады, сенде осындай дистанцияда ұстайсың адамдарды. Мен ұстау керекпін, өйткені жылына шамамен 4-5 мың адам байланысқа түседі, консультация алады. Оның ішінде ауыр жағдаймен келетін кісілер болуы мүмкін, операцияға келетін кісілермен сөйлескен кезде мен енді ол менің қауіпсіздігім ғой. Егер мен әр пациенттің жаңа қайғысына эмоционалды қабылдай берсем, мен 1 жылдан кейін депрессияға түсіп кетемін. Немесе мамандығымды тастаймын да. Мына врачебный юмор деген болады. Өте черный юмор ғой. Басқа мамандықтар өйтіп қалжыңдай алмайды. Дәрігерлерде юмор қап-қара. Ол әзіл қалжыңның өзі дәрігерді осындай дистанцияда сақтау үшін. Өйткені адам көңіліне, жүрегіне жақын алға берсе, медицинадан жақын уақытта кетіп қаласыздар. То есть белгілі бір қауіпсіздік дистанциясы болу керек. Енді эмпатичный болма деп айта алмаймын, ол керек. Бірақ соны үйрететін медицина университетінде белгілі бір пән болу керек. Эмпатичный болмасаң да, осындай дистанцияда, бірақ науқас соны сезінбейтіндей, өзіне жақын қабылдағандай психологиялық әрекеттер бар. Мен сізді
түсініп тұрмын, мен сізді сезініп тұрмын деп біз айтпаймыз ғой. Мен сезініп тұрсам да айтпаймын. Соны айтуға қажетті сөздерді дұрыс пайдалануға үйрететін сондай пән болу керек. Онымен қатар бізде коммуникация жетпейді. То есть кітапты оқып алдыңдар, қолдарыңмен бірдеме істей бастадыңдар, сразу мына жерде жұлдыз жана бастайды ғой. Жас хирургтарда, да? Ал адамдармен қарым-қатынас, оның ішінде коллегалармен қарым-қатынас, соны дұрыс бір қалыпқа түсіру, да? Жаңа айтып жатырмын ғой, F1 деген кино, ол жерде жаңа буын мен гонщиктардың и ескі буын, да? Ескі буынның ерекшелігі ол команда ретінде қабылдайды. Жаңа буын команданы как обслуживающий персонал ретінде қабылдайды. Сондықтан командада жұмыс істеген кезде ол команда болады. То есть санитаркадан бастап жұмыстың қаншалықты сәтті өтетіні көп кісілерге байланысты. Оның ішінде медсестра өзінің орны бөлек, дәрігер орны бөлек. Бәлкім қасындағы тұрған дәрігердің жақыны қайтыс болды. Айтпайды, бірақ ол ойында басқа нәрсені ойлап тұр. Қазір ораза, мен өзім ораза ұстамаймын, бірақ бірге жұмыс істейтін дәрігерлер ораза ұстайды. Операция егер сағат 2-ден кейін болатын болса, 14:00-ден кейін. Ана хирург, в общем, пайдасы жоқ қой. Оның энергиясы отырып қалған, батарейкасы отырып қалған. Онымен бірге операция жасау қауіпті. Сондықтан сондай факторларды ескеру өте маңызды, оның ішінде коммуникация құру. Содан кейін біз әрине пациенттерді қарсы қоямыз ғой. То есть пациент всегда қарама-қарсы отырады. На самом деле біз оның қолынан жетектеп жаңағы аурудан алып шығатын адамбыз. То есть біз оған көмектесеміз, и біздің көмегімізбен пациент адам өзінің жаңа ауруынан, науқасынан, сырқатынан жазылып шығуға мүмкіндік алады. Сол тұрғыдан көзқарасты егер дұрыс қоятын болса, әрине дипломнан басқа керек нәрселер сол деп ойлаймын. Сонымен қоса, енді қазір айтады, там физкультурамен айналысу керек, бірақ өзім физкультурамен айналыспаймын. Қанша кісі физкультурамен айналысады? Кроссфитқа барады, фитнес залға барады, бар ма? Біреу, екі адам. Ол да өте қажет. Ол өте қажет. Жалпы физикалық жаттығу арқылы стрессті азайтуға болады. Енді андай нәрсе бар. Физикалық жұмыс істейтін адам жұмыстан кейін кітап оқып демалса болады. Кітап оқып миымен жұмыс істейтін адам жұмыстан кейін физикалық жаттығу жасап демалса болады. Сол арасында, екеуінің арасында әрине балансты үйрететін медицина университетінде жалпы бәрі қате жасалған. 3-ші курсқа дейін физкультураға апарады да, как будто бір спортсмен дайындағандай қылады. Норматив тапсыратындай. Содан кейін бетін қайтып қалады. На самом деле, менің ойымша, физкультура міндетті түрде аптасына 2 рет бітіргенше дейін болу керек. Адам соны қалап тұру керек. Азаздан үздіксіз. Енді 2 сағаттан аптасына 2 рет болатын болса, 7-ші курс бітіргенше дейін адамды үйретеді ғой. Ол бір дағды береді. 3-ші курсқа дейін физкультура болады, 4-ші курста физкультура болмай қалады. Менің ойымша, әрине оны бір пән ретінде сөйтіп қоятын болса, ол дәрігерлердің болашақта өзінің денсаулығына деген қарым-қатынасты, жалпы мына әлеуметті, біздің қоғамды, мына дәрігерлерді қараңдаршы, университет бітіргенше дейін физкультурамен айналысады. Одан кейін жұмысқа орналасқан кезде дәл сол дағдыны егер жалғастыруға мүмкіндігі болатын болса, ол жалпы бір пример дейміз ғой, үлгі ретінде халыққа көрсететін бір үлкен мотивациялық тәлімгерлік құрал ретінде қарастыруға болады деп ойлаймын. Енді жаңа айтып кеттіңіз ғой сұхбат басында. Кеше 4 операция, бүгін 6 операция дедіңіз, да? Осы жалпы бас аяғы 10 операция. 2 күннің ішінде енді мөлшері көп, саны бойынша есептейтін болсақ. Енді жалпы осындай уақытта бір депрессиялық жағдай болмай ма? Күйіп кету деп жатамыз ғой. Маған ұнайды ғой. Ол менің хоббиім сияқты, сондықтан мен одан шаршамаймын. Бірақ бір нәрсе бар.
Вот, құдайға шүкір 10 операция бәрі сәтті өтті. Қаншалықты қиын болса да, қаншалықты ұзақ болса да, барлығы аяқталды, сәтті, науқастар оянды. Шаршамайсың. Вот, кейде болады, бір пациент асқын салып қойады. Бір 10 операция жасағандай боласың ғой. Уайымдайсың, қалай шығады екен, қалай болады екен. Ол жерде тек қана медицина емес, сонымен қатар оның әлеуметтік факторы бар. Пациент кейде айтпайды, мен операцияға бара жатырмын, дәрігер айтты, операциядан асығыс болса 1% адам өліп қалуы мүмкін, немесе 2% адам инвалид болып қалуы мүмкін, мүгедек болып қалуы мүмкін деп айтпайды. Туысқандарына айтты, бәрі жақсы болады деп айтты. Жеңіл операция екен, бәрі жақсы өтеді, алады да өліп қалады. Енді туысқандарына айтпайды ғой, бәрі жақсы болады. Туысқандар келеді де айтады, ол айтты ғой бізге, бұл жеңіл операция, бәрі жақсы өтеді, сәтті өтеді деп айтты ғой, неге ол өліп қалды дейді. Сондай моментте бұрын енді жұмысымды бастап келе жатқан кезде қиын болатын. Өйткені ол кісіге сен түсіндіріп айтпадың. Ол кісі көшеден келіп тұр. Пациенттің қаншалықты күрделі аурумен ауырғанын білмейді. Сондай адамдар әрине өміріңді орыста кровушку попьет деген бар ғой, жизнь испортит. Жобалап алғанда сондай болады. Сондықтан қазіргі таңда мен пациентті операция алған кезде толық түсіндіріп айтамын, сіз өліп қалуыңыз мүмкін, немесе осы аурудың операция үстіндегі асқынсыз бойынша қол аяғыңыз істемей қалуы мүмкін, сөйлемей қалуыңыз мүмкін деп айтам. Және егер науқас адам жоқ, мен операциядан кейін өлмеу керекпін деп айтатын болса, онда мен ол операцияны жасамаймын. Өйткені сол пациент өліп қалады. Енді жалпы Қазақстанның, осы еліміздің медицинасын қалай көресіз болашақта? Сіздің көз алдыңызда бір белгілі сурет бар ма? Немесе бір бейне бар ма? Осы Қазақстанның медицинасымен осылай көремін деген. Қазақстанның медицинасы ары қарай дами береді. Оның дәлелі осы аудиторияда отырған жастар. Егер бұл жастар жаңа проректор Нұргүл апайды апай осы кісіні алып келіп бізге подкаст жүргізіп беріңізші деп айтпаса, енді мен келемін, операцияны жасаймын да кете беремін ғой. Арасында сұрақ қоятын кісілер бар. Болашақта осы залда отырған бір денсаулық сақтау министрі де бар шығар. Бар ғой? Бар ма? Денсаулық сақтау министрі боласыздар ма? Сондықтан сондай мотивациясы бар кісілер осы залда отырған кезде біздің медицина алдыға қарай өрлей береді деп айта аламын. Әрине ол жерде сақтандыру жүйесі көп реформадан өтеді. Жалпы сақтандыру жүйесі енді қаржыландыру жағынан көп көмектесті ғой. Қаржыландыру болмаса медицина дамымайды. Сонымен қатар медицина ол адамдар туралы. Адамдар тұрған кезде медицина ары қарай дами береді. Әрине жасанды интеллект өзінің бір корректировкасын жасайды, бірақ жасанды интеллектіні пайдаланылатын жастар отырған кезде Қазақстан медицинасы болашағы өте зор деп айта аламын. Енді жалпы егер студенттерге бір ғана негізгі ой қалдырылатын болсаңыз, бір ақ сөзбен, ол қандай сөз болар еді? Жалпыға ортақ қандай бір сөз айта алатын едіңіз? Ыбырай Алтынсариннің күшті сөзі бар ғой, кел балалар оқылық, оқысаңыз көңілге, ықыласпен тоқылық деп. Сол сөзбен айтуға болады. Немесе мен мектепке келген кезде тақтаның үстінде жазылып тұратын. Оқы және оқы. Енді Ленинға приписывать етеді ғой. Ленин айтқан сөзді. Енді коммунизм кезінде бәрі Ленин болды ғой. Сондықтан жастарға айтатын нәрсем оқы және оқы. Енді осы орайда дәрігер өмір бойы оқу керек деп жатырсыз ғой. Демек дәрігер өмір бойы шәкірт деген теориямен келісесіз. Менің ойымша, егер адам өмір бойы оқитын болса, статистикасын қарап шыға салыңдаршы, сосын маған жазып жіберіңдер. Дәрігерлердің арасында деменцияның проценті қандай екен?
Өйткені дәрігерлер үнемі қазір қарауларыңызға болады. Демен үнемі оқу процесінде ғой. Адам егер ары қарай дамыса, жетілсе, шынықса, онда мына слабоумие дейміз ғой, деменция ғой. Деменцияның пайда болу жиілігі төмендейді. Сол тұрғыдан әрине дәрігерлерді қарап шығуға болады, өйткені олар өмір бойы оқиды. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, сұхбаттың соңына да келіп жатырмыз. Өйткені енді сізбен сұхбаттасқан кезде көп нәрсені сұрауға болады. Енді өкінішке қарай берілген уақыт бар, өз мәресіне келіп жету керек болып жатады. Бір блиц сұрақтар қойғым келіп тұр. Жалпы шапшаңдық талап етеді. Бір сөзбен хирургия. Жауапкершілік. Бір сөзбен студенттік шақ. Тамаша уақыт. Бірінші курсқа қайта барсаңыз. Бармай қойыншы. Қателік. Ол тәжірибе. Арман. Әрдайым үлкен арман болу керек. Сіздегі үлкен арманның бір бөлшегі орындалды ма? Немесе барлығын қамтып орындадыңыз ба? Арманым соңына дейін орындалмады, орындалмай қойсын, соның арқасында мен тірі қала беремін. Енді Мыңғылқы мырза, арнайы уақытыңызды бөліп, студенттерге өзіңіздің сүбелі сұхбатыңызды беріп, парасатты пайымды әңгімелеріңізді айтқаныңызға шынайы алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта тек қана сәттіліктер тілейміз, алғысын жаудыратын пациенттер көп болсын дейміз. Тағы да рахмет.